Өтіп кетпейін деп сендерге келдім де. Айгерімге рахмет айтайық онда. Иә. Айгерімді көріп салып, мына қадалдым ғой. Bir өлең бар ғой. Көрдім де бірден. Иә, көрдім де қадалдым. Сол кейін қадалып қалдым да сол қой сендерге кірбетейін дедім. Айгерімді көріп қадалмасаң, онда не өмір сүресің жүрді. Мен ана комплимент айту үшін кезінде комплимент айта алмайтын. Әскерден келіп, Алматыға келгенде. Қыздар болса көп, комплимент айту қиын. Өзің ана ауылдың баласысың ғой, қазақша сөйлеген, Алматыға келсең, бәрі орысша сөйлейді. О кезде еще орыстар көп қой. 86 жыл кілең орыстар ғой полностью. Соған кейін бар ғой, ана өзім орысша кітапты көп оқыған ғой, соның бәрін вспоминать еттім ғой. Комплимент айту үшін. Солайынан еді. Айгерімді көріп қадалдық. Айгерім сияқты енді қыздар қазір көп болса бір жылдан кейін уже профессионал болады, тренер. Ана жақта, например, Замира жүр. Замира енді профты нетті, оған 3 жыл кетті. Аружанға, Замираға 3 жыл. Арина деген 2 жылда. Арина деген қыз жүр ғой, 2 жыл. Оныкі да қиын нәрсе ол. Профессионалда, профпотокты өткізеді. 2 жылда үйретіп шықты. Оның ана нәпсісі биік адам. Бір болған соң нәпсі ерек биік. Тез сынады, тез күйеді. Нәпсі биік адам тез сынып, тез күйеді. Соң кейін міне біз енді нәпсінің 3 түрі бар ғой. Бақыт іздеу, азап шегу, дағдарысқа түсу. Енді бақыт іздеген адам ВПУ-ды алады ғой. ВПУ-ды алған кезде көңілі толады. Дұрыс па? Мына қараңыз қалай. Адамның саны бар. Ақыл ой өзі 4-ке тұрады. Тонкий интеллект дейміз. Жады, память, нәпсі, рахаттану. Бірде тек нәпсі мен рахаттану ғана бар. Мынау бәрінде бар. Сол есептің. Сол үшін адам баласы нәпсінің 3 түрі бар ғой. Бақытсыз дегенде, мына жерде ВПУ тұр. Сол кезде біз мына ВПУ-ды алуға әрекет жасаймыз ғой. Бұлай, үшеуін, е? Қайсысын адам таңдайды. Сол алған кезде, мынау нәпсі алды ғой. Бақытсыз деген нәпсі. Сол кезде біз не істейміз? Біз мына жерде рахаттанамыз. Нәпсі рахаттанады, о, алдым деп. Түсіндіңіздер ме? Ал қараңыздар, өмірде қалайны. Егер біз сырттан әр заманда ВПУ-ды алып отырсақ, біз өмір бойы рахаттылықты іздейміз. Соны біз бақыт деп санаймыз. Түсініп тұрсыздар ма? Адам сол рахаттануды бақыт деп санайды. Түсініп келіп отыр ма? Сол кезде біз сол үшін өмір сүреміз. Соны алу үшін. Во имя наслаждения, да? Да, живет человек во имя наслаждения. Егер біз оны сырттан іздеген. Ал егер бұл біздің қалай біз өмір сүреміз. Ал егер бізде профориентация болса, осы кезде біздің объектив, субъектив, объективтер. Мына субъективта біз осылай өмір сүреміз. А егер біз объективқа көшкенде бізге профориентацияны қазір келіп береді. Профориентациядан сфера деятельности хабар келеді. Ол кезде сен мына признанияны іздемейсің. Себебі сен тонкий интеллект арқылы, анализ арқылы өзі бойыңнан табасың. Жаңыл бол. Сол кезде сен рахаттану үшін өмір сүрмейсің. Сен біреуге пайда беру үшін өмір сүресің.
біреуден күтпейсің, ожидание жоқ. Түсіндірістер ма? Айырмашылығы. Сен өзің кәсіби бағдарламаңды білсең, онда сен мына информацияны алып отырып, мына су ақылдан жұмыс жасайсың. О кезде сен тоспайсың ғой. Түсінік бар ма? Сен бере бересің. Сен адамға ВПУ өзің бере бастайсың, сен тоспайсың. Түсінік келіп отыр ма? А біз өмірде ылғи да тосамыз. Сол алған кезде біз рахаттанамыз. Соны адам баласы бақыт берсін. Соны күйрейсің. Ала алмаған кезде сен күйрейсің. Ал ВПУ беріп отырып рахаттану ол ести алмайды ма? Рахаттанады. Сен бере бер, содан да рахаттанасың. Но ол басқа ғой дүние. Саналы дүние. А егер сен өзі бағдарламаңмен берсең, профориентациямен, келіп сіздерге профориентацияны береді бүгін ба, ертең ба? Ертең ба? Берген кезде сен суық ақылда тұрсаң, сен рахаттанбайсың жолында. Сен уже іздемейсің ВПУ-ды, сен бере аласың. Сенің ішіңнен шығады білімнің бәрі. Қабілет ішіңнен шығады. Түсініп келе жатыр ма? Сол үшін адам баласы ВПУ-ды тоқтамай іздейді. Ибо сенің ішіңде ол жоқ. Ішіңде жоқ, сен сырттан тоқтамай іздейсің. Мен 50 жыл іздеген адаммын, тоқтамай. Мен ойлаймын, бір любой тауды ақша берсе тесіп өтетін күшім бар. Сонша энергия көп. Білім жоқ, қабілет жоқ. Сол үшін айтады ғой, ұстазына, кедейге хоть $100,000 берсінде сол сәтте айырылады. Қабілет бар адамға $100 берсінде бір жылдан кейін $1,000,000 жасап алады. Жасап. Қабілеті көп адам. Сол кезде кедей адам әр заманда мына лотерея ұтып кетеді ғой, Америкада $1,000,000 көрдіңдер ме бір жас жігіт көрсе? $1,000,000 өтті, бір жылдан кейін вообще түк жоқ. Себебі ол не? Елден признание күтті, мынаны алды, мынамен шашты, рахаттанды. ВПУ-ды алды да рахаттанды. Аштардың бәрін шашты. Мусор жинайды. Иә, мусор жинайды. Қайтадан соған бар. Иә, қайтадан мусор жинаймыз. Түсініп келіп отыр ма? А егер біз суық ақылға келсек мына жерде, сенде анализ істеп тұрады. Талдау. Сол кезде информацияны потом саған қосылады. Алла тағала нұры түсіп отырады. Сенің кәсіби бағдарламаң жұмыс жасай бастайды. Сол кезде сен берсең де, бизнес жасасаң да, сен немен тонкий интеллектпен анализбен жасайсың. Сен уже рахаттануды сен ойламайсың. Түсініп келді ма? Сол үшін адамның санасы субъектте тұрса, адам ешқашан байып кете алмайды. Байым деп мен қанша жүрдім, жанымды бердім. Бай алмайсың. Қанша күш, тасқын озып кетсе де сен бай алмайсың. Себебі әр заманда субъект тұрады. Субъективность иллюзия. Мынаны істей қоям болып кетеді, мынаны істей қоям болып. Сонымен өмірім өтеді, болды. Ең гәп сонда тұр. Содан кейін біреудің опытын алып байып кетем дегенде ол да немене деп айтады? Жалған. Біреудің тәжірибесін алып, біреу істеп жатыр, мен істеймін деп, тәжірибесін алып байып кетем деген ол жалған. Оның іс-әрекеті бөлек емес пе? Ой пікірі бөлек. Дұрыс па? Оның санасы бөлек. Сен сол істеді, мен істеп, мен байып кетем деген ол жалған. Ол біреудің тәжірибесі сағаннан болмайды. Сен өзіңнің кім екеніңді танымай, сен көтеріліп кетуің мүмкін емес. Келісесіңдер ме? Сол үшін ғой біреудің өнімін қанша копировать етсең де сол сен істей алмайсың.
ана успешный папа, неуспешный папа деп шығарғанның бәрі сен қанша оқысаң сен бай алмайсың. Енді оқу, восьмеркалардың бәрі оны оқиды ғой, пятеркалар, восьмеркалар. Қарапайым тілмен айтқанда, мысалы, базарда қаншама саудагер тұр, бәрі бірдей бай емес қой. Иә, бірдей бай емес қой. Біреуі бай бар. Кәсіби бағдарламаны адам дұрыс таңдау керек, білу керек. Өз кәсіби бағдарлама кім екеніңді. Сен сол кезде ғана сенде хабар көп. Жаңа ғана Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір видеосын көріп қалдым. Сөйтіп айтады ғой, бір ісіңді тап, соны сүй, сонымен айналыс. Әр нәрсенің бір артынан жүгіру, уақытыңды жоғалтпа. Біз жүгіреміз ғой, бізге ВПУ керек. Әр заман. Көп адамдар әрбір сетевой компанияларға жүгіреді. Анда да. Ел шулатып андады. Себебі ВПУ іздейді, бақыт іздейді. Анадан жұлып кетеді, тоқтамай отыр. Түсінік келді ма қазір? Ана кореец келеді, сол ертең сендерге береді кәсіби бағдарламаны. Мен енді сонша жыл жүріп осының бәрін анализ жасаған адамым ғой. Өз басымның анализін, елдің бәрін анализ жасам. Ана біреу бағана ғана кішкентай қызға да анализ жасам, қалай іс-әрекетте, қалай болады екен деп. Ана аты не еді? Тамара. Аны $1000 ма? Иә, $1000. Соны осыны базаға оқыттым, профқа оқыттым, санаторий ауру екен, санаторийға жатқыздым. Дәл әніңді мен кассам нені ауыстырған ғой, картаны ауыстырған кезде арабтар ауыстырады ғой картамның бәрін. Сол ана нөмірін, конвертін тастап кеттім де, ақша аударайын десем бана аударылмайды екен. Соның ақша сол бір күнге кешіп қалған ғой. Бітті. Адам деген мыңнан ұмытады. Сол үшін адам баласынан қайрым күтуге болмайды. Адам баласы өзінің ВПУ үшін өмір сүреді. Қанша сен сонымен дос болсаң да. Көп сана, ол үшін сана бөлек. Адамнан тоспа. Адам баласынан қайрым тоспа. Қайыр тек Құдайдан. Ана өлең бар ғой, адамнан күтсең көзің, бір термен айтады ғой бір қазақ жігіт. Адамнан күтсең көзің нетеді, Құдайдан күтсең бүйрең шашты. Сол сияқты адамнан еш заманда қайыр күтуге болмайды. Себебі адам өзі тек ВПУ-ны ғана ойлап тұрады. Өзі алуды ойлап тұрады. Ол сен маған бердің, көмектестің деген ондай санасында жоқ. Мен айтып едім ғой, мен 86-да Талғарда бір жалғам істеген жерге барып тұрып, сонда маған бір үйді берді де бітпеген. Прорабым көмектесті де тез сол үйді салып алдым. Өкіметтің үйі. Сол кейін қора салу керек қой. Дәл мен қораның артында маған прораб жағдай берді де, сол жерге үй сал деді. Соған материал түсіреміз де, сол қамыс, ненің бәрін түнде барып үйге алып келем ғой. 20 метр. Например, бір машине түссе, соның 20% үйге әкеп қояды. Сөйтіп, қора салып алған, мал салып алған, мен тез сол кезде көтерілген адаммын. Совет үкіметі кезде мен 11.000 рубль жинаған ғой 3 жылдың ішінде. Тез, тоқтамай отырып. Ана, баю керек қой. Мен ана орыстың алдында тұрған, орыстар ана кулак деп айтады мені. Кулак дегенді білесіңдер ме? Оқып беріңдер ме? Ана совет үкіметі дегенде раскулачивание деген болған ғой. Сол мені кулак деп айтады олар. Мен күні түні есегім бар, жегіп алам да кетем, қырманға барам, шөп тасим, мал, қора, 3 жылдың ішінде толтырған адам ғой. Менде демалыс, жату деген нәрсе жоқ, ондай деген. Сол жерге 86-да барым, 90-да бәрін бітіріп көшіп кеттім. Кассамда 11.000 ақша бар. Дәл совет өкіметтің развалында көшкен адаммын. Сонда
сонша жұмыс істеп жүрмін ғой енді. Ана прораб маған өзі ауылдың бәрі орыс болған соң кейін ана енді Қызылорданың адамын жақындырды ғой мені. Қазақ бауырым деп. Соң кейін ана қанша қам салып жатырмын, 12 метр қора салғам, 20 метр навес, жай емес, монша, 2 жылдың ішінде күні түн істейтін адаммын ғой, тыным жоқ. 4 сиыр, бұзау, 20 қой, индюк, 40 болған ғой бәрі. Соң кейін ана істеп жатқанда сол кезде бәріне 13 зарплата беріпті де, 240 рубльден. Маған 230 рубль беріпті де. Соң кейін прорабқа күнде барамын ғой. Нечестно. Ол кезде миссия қосылмаған, бірақ сәйкестік емес. Кем ғой? Бір барам, 2 балам, 3 балам, ана шыдамай кетті ғой. Сен не? Барсаңшы бухгалтерияға. Бухгалтерия басқа ауылда тұрған. Байсерке деген. Сол жерге барсам бухгалтерия айтады: сен өткен жыл осындай кезде отпускада болдың, поэтому это не начисляется. Ёлки, қайтып келіп аны ұятай сол кезде. Прорабтан қатты ұялды мен. Тоздырып жіберетін адаммын ғой, мен ана желчный адаммын ғой. Менің қасымда 1 сағат отырсаң, Айгерім 15 минуттан кейін тоза бастайды, ақырындап жолып кетеді. 15 минутқа шыдайды, соң кейін қарсың жоқ. Все, ат көтімен жоқ, таппайсың ғой. Іздеп, әзер табасың. 15 минуттан кейін ешкім шыдамайды. Сол үшін жалғыз отырам, ешкімге зиян тимейді. Сонда айтам да, сол жерден ана прораб қол қойды ғой, он же материальный ответственный, сол дүниенің бәріне. Ол дүниенің бәрін мен прорабтың ана материальный ответственный дүниенің бәрін үйме тасып алдым. Сол кезде 10 сом үшін деген әлекті баласы келді. Сол адам баласы нәпсі алуға жаратылған Құдайдан. Сол кезде ол маған берді, кеше осыған көп. Ол еще өзі салады ғой мен қорамды. Қазіргі тамары болып. Одан да қиын болған ғой. Сол кезде көрдіңдер ме, адам баласы ойлай алмайды. Біз мына подсознание дейді ғой, нәпсіде тұрмыз ғой. Мына парасат ойға шықпағанда. Адам баласы тек алуды ғана ойлайды. Ал парасат ойға шыққанда адам беруді ғана ойлайды. Бере алады да алады. Түсіндіңіздер ме қалай? Солай, нәпсі деген солай адам. Сол үшін бұрын өзім ерекше разрушать ететінмін. Ана, мен тоқтамай бір нәрселерді ойлап табатын адам ғой, тынымсыз. Елдің бәріне не достарға тыным жоқ, не жұмыста тыным жоқ. Баю керек, ВПУ алу керек. Бір арман сол болған ғой. Сол кезде соның бәрін істеп дағдарысқа түсесің, түбінде дағдарысқа түсесің. Себебі сабыр жоқ. Біз түсінбейміз ғой имансыз дегенде. Иман жоқ қой. Сабыр жоқ адамда иман болмайды. Иман деген сабыр арқылы келеді. Иманның түбі тәубеде тұр ғой. Біз тәубеге келе алмаймыз, ВПУ-ды қуып жүресің. Себебі ВПУ-ды қуа бере, сен ВПУ-ды алған сайын сен рахаттанасың. Оны біз тәубе деп қоямыз. Солай ма? Оны біз тәубе деп қоямыз. Тәубе деген адам тәубеге сабырға келгенде тәубелікті түседі. То есть, мына көңіл күйдің толқынын үреймен, үреймен қуанышты сабырға келтіресің. Сол кезде сен тәубаң анализға көшеді. Түсіндіңдер ме? Анализде адам анализировать етіп барып қана сен мына неге ауысасың? Парасат ойға. Парасат ой деген ол кезде адамның беретін күші болады. Оғынға дейін біз алатын күшті ғана тұрамыз. Бұл алсақ деп қана тұрамыз. Түсіндір? А парасат ойға көшкен адам сверхобъективқа. Ол бере алады. Түсіндіңіздер ме халық? Бірінші мен осы нені беріп жүрген кезде сабақта Россияда. Пейіл тарлық деген қалай? Сабақты беріп жүргенде 1 сағат, 2 сағат беремде, соң кейін
компьютер бір келесі неге мастер классқа жетпей қала ма деп ойлайсыз. Түсіндіңдер ме қалай? Сол кезде информация бітіп қалады. Беріп жатқан кезіңде все жабылады. Пейіл дұрыс болмаса бірден жабық. Пейіл мгновенно сен уже сөз айта алмайсың. Пейіл тар солай адам. А бұл өмірде не бітпейді, сөз бітпейді, информация бітпейді адамға. Құдай солай жаратқан ғой. Бірақ ол біздің пейіліміз ғой. Артық беріп қоямыз біз. Түсіндіңіздер ме? Вот так. Сол ана мына кундалини творческий энергия дейміз ғой, шығармашылық энергияны көтергенде 5 сезім не үшін ашылу керек? 5 сезім ашылғанда анализ арқылы мына пейілді кеңейту үшін Құдай берген. А біз анализді только ВПУ-ды алсақ деп ойлаймыз. Түсіндіңіздер ме? Гәп қайда тұр? Біз мына жерде мынаны алсақ деп ойлаймыз. Анализ. Анализ мына сен санаңа келген. Ең бірінші пейіліңді кеңейтуді ойлау. Ол ең қиыны сол. Сол кезде сен ВПУ-ды ала аласың. Түсіндіңіздер ме? Мына 5 сезім ашылғанда сен мына пейілді кеңейтуді ойлау. Сол кезде Алладан келген нығмет тоқтамайды. Мен талай адамдар мені көрмесе де менімен күресіп жатады ғой. Жанаттан көп ақша табады. Мен таппаймын ақша. Ол Құдайдан берілген нығмет менің пейіліме. Себебі мен осы пейіліммен жұмыс істеген адам. Мен оны Россияда жүргенде ғана сездім. Оңға дейін білмейді екенсің. Оңға дейін компания істеп жүрсің, зарплатаң төленіп жатыр, қатты көп ойланбайсың, жай ғана нәпсің күйсе де. Ал енді барып Россияда өз сабақ беріп жүргенде бітіп қала ма екен дейсің де. Мен де сен де бастаған адаммын ғой. Сонда сабақты беріп жатып, бір соны ойлап қалдың ба? Болды, информация дұрыс жүрмей. Мен содан бері 10 жыл болды ғой беріп жатқаным. Бітетін дұрыс жоқ. Шықпаса. 10 жыл болды тоқтамай сөйлеп жатқаныма 10 жыл болды. 1 минутқа тоқталмайсың. Құдайдың беретіні көп, пейілің кең болса. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін ана менің ұстазым, оны көрсеттім ба мен сіздерге? Менің ұстазым бір күні мен көршілерімнен ұрысқан адамна болдым. Айтады, Жанат, сен түсіндірдің ғой емес? Иә, озеро. Көл. Сен көлсің. Мынау көз. Мына көзді тоқтатпай ашып отырсаң, көлің өмірі тоқтамайды. Көл деген бұл ВПУ ғой. Бұлақтың көзін аш деп айтады қазақша. Иә. Айгерім әдемі шапалақтап. Айгерім бұл журналист, Казгу бітірген адам. Иә. Келешек тренер ғой, бұл главный тренер болып кете ме деп қана қорқам. Орнын жаулап алма. Иә. Бұл деген Айгерім анамнау адам емес бұл. Молча отырып қатыратын адам, молча. Сөйлемей жеңетіндер. Арина сөйлеп жеңетіндер. Айгерім сөйлемей жеңет адамды. Мен Аринадан қорықпаймын, Айгерімнен қорқып. Сондай адамдар қиын болады ғой, сөйлемей жеңетін адамдар қиын болады. Үндемегеннен үйдей береші. Иә. Ол опасный адам. Бұның Айгерімнің сыры ішінде. Разведчиктер ғой бұл. Болды дұрыс енді. Бұл өсіп келе жатқан поколение, мықты бұл журналист. Түсіндіре алатын тілі жақсы, түсіндіреді. Гармонично сөйлейді. Мына Сымбатта қазақша терең сөйлейді, бірақ Сымбатта
bir нәрсе жетпейді ме деген. Не басында, не тілінде. Не басында, не тілінде жетпейді енді до конца. Изучать еткен жоқ, уақытым жоқ просто. Не басында, не тілінде жетпейді. Әйгерімде бәрі жеткілікті. Әйгерімде бәрі жеткілікті. Әйгерім о жаны өтті мықты адам. Әйгерім мықты адам. Мен тұрмайды қарап тұрмайды. Мен мақтағанда апасыны қой. Уже удар күтіп тұрмын ғой. Ау? Ромашка деп отқандай болып жатсың. Солай. Түсінік келе жатыр ма, түсінік? Сол үшін адам баласы әр заманда өзінің рахаттануын ВПУ-да алып, сырттан. Өзінің рахаттанғанда соны бақыт деп санайды. Наслаждение бақыт деп санайды. Түсіндіңіздер ма? Особенно мына пользаны алғанда. Бұда тұрған түгі жоқ қой. Не материальный план. Адам сол үшін күйіп кетеді. Кейбір отбасы үшін айырылысып жатады. Бір-бірімізді түсінбедік деп айырылысып жатады ғой. Түсінбеудің бәрі материя емес қой. Ол сөз емес пе, информация. Дұрыс па? Бірімізді түсінбедік. То есть моральные ценности не совпали, орыстар моральные ценности. Себебі бір-біріне признание бермейді ғой. Дұрыс па? Бір-біріне признание бермейді. Бір-біріне келіспейді. Дұрыс па? Бір-бірінің басын иіп. Себебі мен түсіндірдім ғой. 6, 7, 8. 6 махаббат, 8 ақша. 7 құндылық. Егер отбасында құндылық жоқ болса, бір-бірін түсінбейді. То есть каждый өзінің моралінде тұрады. Түсіндіңдер ме? 3 түрлі информация, бұл профтың информациясы, 3 түрлі платформа бар. Мына біздің салт дәстүрлік платформа. Еркек қожа. Мына жерде әйел қожа, мына жерде тең. Әйел мен еркек равенство. Әйел мен еркек равенство мына жерде. Сол кезде мына жерде дағдарыстар көп болып жатыр. Отбасында. Себебі мына жерде моральдық неде каждыйдың өзінің нанымында тұрады. То есть құндылық, общий отбасының құндылығы жоқ. Түсініп келе жатыр ма? Құндылық жоқ. Болды. Құндылық жоқ болмаса екеуі соғысады, равенство. Мынау 6 махаббат келеді де кетеді. Ақша келеді кетеді. Құндылық. Түсіндіңдер ме? Сол үшін отбасылардың бәрі дағдарысқа түсіп жатыр. Себебі құндылық жоқ. Бір-бірінің құндылығын түсінбейді. Бір-бірінің құндылығын түсінбейді. Болды. Сол үшін отбасыларда үйленбей тұрып оның бәрін түсіну керек. Себебі бұл мына 9 қабілеттен тұрады. Өмірдің өзі 9 түрлі қабілеттен тұрады. 9-шы қабілет мынау адамның безопасность не деп айтамыз? Қауіпсіздік. 9-шы қабілет ол қауіпсіздік. Например, ер адам, әйел адам ерге жолыққанда сезу керек. Несін? Менің қасыма қандай әйел келсе де жақсы сезінеді. Мен неге әйел зат сүйеді? Менің қасыма келгенде санамайды.
Сезеді. сезеді. Например, мына аңдар, аң. Иә, сезім ғой. Аңдар бір-бірімен махаббатпен өмір сүрмейді ғой олар. Олар сезеді. Себебі ол ана баласын туса безопасность береді. Қауіпсіздік. Дұрыс па? Сол себептен еркектің жұмысы мына қауіпсіздікті обеспечить етеді. Ал енді қазіргі замандағы әйел уже бұны ойламайды, рационально ойлайды да финансовый безопасностьқа жүгіреді. Сол болса бәрі болды деген. Сол болса бәрі болды. Ақша? Бітіп қалады. Болды. Сол кезде құндылық нөл болып қалады. Ақша жоқ, құндылық. А ең маңызды бұл физическая безопасность. Түсініп келе жатыр ма? Менің қорғаным Құдайымыз Иә, гәп сонда тұр. Ой, біздің суицидың мәстерлер деген қасқыр ғой, қазір бәрін шағады, бәрін біледі біздің. Байқадыңдар ма? Қабілеттер өте биік қой, шеберлердің. Басқа, например, социуммен отырғанда біздің шеберлердің қабілеттері өте биік қой. Любой нәрсеге жауап беріп отырады ғой олар. Елдермен тайталасып, соғысып, доказать етіп. Ана алдың күні маған осы мына книга знаний оқып жатыр ғой. Содан бір әйелге айтады, жанындағы осы мыналарды қалай сондай үйретіп қоясың, бір жұманың ішінде тайтпай қатты біледі дейді солай. Қалай оны үйретуге болады адамды деп. Бәрі шебер болып кетеді. Себебі білім керек, қабілет керек адамға. Қабілет сила знаний, да? Дұрыс па? Сөйтіп айтады. Да, сила знаний. Знание сила дейді. Знание деген қабілет. Себебі сен бойыңдағы, например, әр мына мен алайық, мына мен. Бағана көрсеттің ғой, потенциал. Менің матрицам міне. 2, 6, 9, 2, 1, 1, 1. То есть, менде осындай потенциал. Мына потенциал равен энергия. Ал енді мен мынаның бәрі энергия. Бұның бәрі энергия. Өзінің направлениесі бар. Дұрыс па? Өттіңдер ғой. Енді мен 5-ті, 8-ді тәжірибені жинап, мынаны жинасам, мына жерде потенциал өседі ғой. Өседі. Потенциал өседі, энергия өседі. Дұрыс па? Энергия өседі. Идея. Идея. Сендер бәрден өшірге не үшін келдіңдер? Идеяға келдіңдер. Идея будет равна деньгам. Түсіндіңдер ма енді? Сол үшін основной задача потенциалды көбейту. А потенциал қабілет. Знание сила. То есть, жетпейтін қабілеттеріңді көбейту керек. Түсіндіңдер ма қалай? Сол үшін сендер кеп отырсыңдар. Сол идея вот это. Осыны алып, сендер таратып ВПУ жинайсыңдар. Түсініп кеп жатыр ма? Ала алмасаңдар, осыны жинап, сендер дағдарысқа түсесіңдер. Түскілерің келе ме енді дағдарыс? Енді шығып келе жатыр. Жаңағы сонда бақытымыз қайда қалды? Бақыт қайда сонда? Жоқ, бақыт деген не деген сұрау керек? Қайда болу үшін? Сіз үшін бақыт деген. Жоқ, бақыт, енді біз жаңағы бәріміз ВПУ деп тұрмыз, ВПУ, это временный түсіндік оны. Неге времен? Өлелгеншеміз. Өлелгенше тамақ жейсің. Момент аламыз. Моменте оқаламыз. Неге момент? Сен өмір бойы тамақ жейсің. Өмір бойы сен тамақ жейсің. жұмыс істейсің, ақша тауып. Иә, сен өмір бойы тамақ жейсің, өмір бойы саған футбол керек. Өмір бойы керек. Бақыт деген сол ғой адам. Сен енді рухани адам болсаң, сен енді басқаша іздеймін деп ойлайсың. Дұрыс па? Сен соны подразумеваешь. Дұрыс па? Сен бақыт деген сен үшін
Құдай жол деп есептейсің. Мен соны сіздерге түсіндірдім ғой. Адам, ол рухани, бағана түсіндірдім ғой. Ол қалай туады адамға? Біреуде түсіну, бұның субъективні екен. Соңын объективқа кешіріп, сверхобъективта оған жағдай тудыру. Бақыт деген біреуге жағдай тудыру. Түсіндіңдер ме? Рухани туралы сенікі, миссия жетті ме сенікі? Әңгіме рухани туралы әңгіме бақыт емес. Ол программа твоей моральной ценности. Біреуге жағдай тудыру бақыт деген сол. Құдай жол деген сол. Иә. Бірақ сен ойлағандай тудыру емес, ол ойлағандай тудыру. Оның бақытына жеткізу. Сенің бақытыңа емес, оның бақытына жеткізу. Оның мен қалайым дегеніне жеткізу. Түсініп тұрсың ба? Сенің қалайым дегенің емес, ол адамды қалай, нені қалай соған жеткізу. Оның программасында, например, ақша табу болу. Сен соны жеткізуің керек. А сен ойлайсың, бәрі рухани болу керек. Қалай рухани болады? Оған ақша құндылық болып тұрсын. Миссия қандай? Міне, дәл тапты. Түрінде тұр. Бұның құндылығы тек ақша. А сен бұған ойлайсың. Рухани. А оған рухани керек жоқ. Сен бұған ақша қалай сен соны жеткіз. Сол рухани сен үшін. Түсіндім, а сен ойлайсың, бәрін рухани қылсам. Құдай 9 түрлі бізді жаратты. Біріншісі, миссия 1. Ол қызмет, бәрін басқару. 2 деген елді әрекетпен үйрету, іске үйрету. 3 деген педагогика. Қалай дейміз? Білім Жоқ. саласы, мұғалімдік. Иә, мұғалімдік. 4-ші жаңарту. Білімді жаңарту. 5-шісі торговля. 6-шісі психология. 7-шісі технология. 8-шісі тәртіп. 9-шісі елге қызметшісі. А сен ойлайсың, бәрін рухани алсам. А сенің күйеуің олай ойламайды. Сенің күйеуің мүлдем сені түсінбейді. Ол сені ішінен ойлайды, қуып жүр мына қатын. Иә, білемін. Ол сенің күйеуіңе, сенің руханин қажеті жоқ. Оған өмірде результат керек. Притом материальный результат. Сендер анти. Бірдеңе қарсы. Қарама қайшы, Қайшы, сәргі. Күйеуің айтады, ол басында өтпеш, маған конкретный нәрсе жоқ. То есть, оныкі конкретный баспайды керек. Күйеуіңді. А саған жай пайда керек. Мақсат бөлек. Сәрекет бөлек. Түсіндірістер ме? Ал енді анаңызға? Жоқ, мынау керек. Ақшамен бірге. Сервис вместе с деньгами. Дұрыс па? Түсіндірістер ме? Біз бәріміз бөлеміз. Ал енді бір отбасында сен тұрып көр. Бір отбасында. Әркім әртүрлі. Сол себепті түсінбеу үшін туындайтын да. Конечно. Вот и все. Әр адам өзі сияқты жасағысы келеді да адам. Иә. Сосын Бәріміз сөйтіп ойлаймыз. Өзінің несінен қарайды. Иә. Вот и все. Агасым, біз бәріміз біліппіз. Мен, например, хорошо, мен әйеліміз екемізде мынандай
выгода болғанда біз мүмкіншілікке жүрміз ғой. Ол не былай болуы мүмкін. Әйелі менікі месе 2 отырып признанияға жүруі мүмкін. А кімде тікелей тұр, олар мынаған жүр. Месе 6, месе 8, месе 3. Оланы пустой признаниядан пайда жоқ. Олар объективный адамға жүреді. Солай ма? Саған тікелей ақша керек. Оның бәрі бос сөз. Ана күйеуіңе саған ақша керек тікелей. Вот так. Өмірден қызық. Өңгесін бәрін профта түсіндіреміз. Ол профта еще детализация кетеді ары. Кім қалай ойлайды, не істейді, уже ары қарай тағы да кетеді. Вот такой де. Өмірден қызық. Сұрақ қойсам болады ма? Иә. Мына қазіргі замандағы игромания, наркомания деген Ол да ВПУ ғой. ол да ма? Бәрі ВПУ, өмірдің бәрі ВПУ. Болды, басқа түк жоқ өмірде. Ол да не үшін ойнайды? Рахаттану үшін. Дұрыс па? Рахаттану үшін. Оның рахаты сол жерде болды. Ол да рахаттану үшін. Sular rahatlanады, отырса Ол, ол бізден қатты рахатты әрекет жасайды. Түсіндіңдер? Біз еще ойланамыз, ойбай мына ақшаға кетіп қалса, ертең күні мына балама жетпей қала ма дейсің. А ол мүлдем оны ойламайды. Баласы, әйел бар ойлайды, ол рахаттану тұрғанда ойлайды. Соны бақыт санайды. Ол мотивациясы да күшті ғой. Бәрі істеп ұрлыққа да барады. Иә. Адамды. Без разницы. А біздер Түбі сол, ВПУ болды. Басқа өмірде түк жоқ. Өмірде басқа түк жоқ. Адам тек ВПУ-ды алуды ғана ойлайды, все. Бітті. Все. Басқа жоқ. Мен бағана айттым ғой, бір әйел, біздің мастер әйел, бір мына компанияға кіріпті де. Ой, о жерде мы не за выгоды. То есть я говорю, сен стоп, ошибаешься. Сен о жерде признание аласың. Значит, саған статус берді. Да, дейді. То есть, ол әйел статусты алып, бір болған соң кейін не істейді, статусты алған соң кейін? Не? Нәпсі не болады? Рахатқа батады ғой. Бір деген анализ жоқ, жады жоқ. Тек рахаттануды ойлайды, статусты ойлайды бір деген. Алды ма, рахаттанып, о жерде ол бастық болып жүр, ол әйелге там орын беретін шығар, білмеймін, тағы бірдемесі жасайды. Ол сол жерге барады, әңгіме айтады, рахаттанып жүр. Соған көңілі тоқ. Енді мен солай өмір сүрген адаммын ғой. Мен аспаннан түскен. Мен солай өмір сүрген адаммын 50 жылға дейін, 55 жылға дейін. 10 жыл болды, кішкене әйтеу сабырланды. Амал жоқ. Кредит қайтару керек. Түсіндіңдер ме? Бір деген тікелей нәпсі рахаттануға өмір сүреді. Солай Құдай жаратты. Ал егер ода жады болса, память болса, не болар еді онда? Онда екі болып кетпей ме? А если ода тонкий интеллект болып кетсе, не болып кетеді? Үш болып кетпей ме? Онда өмірде ешқандай жаңалық ашылмайды. Түсінік бар ма, жоқ па? Бір деген адам, ол авантюрист болады. Келешекке ұмтылатын адам. Первооткрыватель. Түсінік келе жатыр ма? O da üç bolsa ol жүрмейді ғой, ол бір болмайды. Үш деген бар ма, орталарың? Не үш? Анама сөйлейді, анализировать етеді, мәңгі жүрмейді. Бірақ анализировать ете береді. Бірақ ешқашан жұмыс жасамайды. Бір онда үш болып кетеді ғой. Анализ жасайды да. А бір деген не? Тисе терекке, тимесе бұдаққа дейді де, жақсы болады. Все будет хорошо дейді. Айдатасың. Түсініп келе жатыр ма енді? Құдай бәрімізге бөліп болған бәрі. Ал ол
памяті болса, жадысы болса, ой, кеше мына жерге барып құлап едім ғой, бұл жерден жүрмейін деп ойлайды ғой. Жады не үшін керек? Бір, ұмытады. Міне қазір мына жерден құлады ма? Ертең күні жазылды ма? Қайтадан сол жерге барады. Түсіндіңіздер ме? На одни и те же грабли наступает бір деген сол. Сол үшін Аллах Тағала бірге жады мен тонкий интеллекті бермеген. Түсінік келіп жатыр ма? Бір деген алдыға жүрді, ол сенеді. Бірдің бойында Құдай бар. Бір сенеді, бір Құдай бар, жолда ашады, все будет хорошо. И все, жүре бер. Түсіндіңіздер ма? Кім бар орталарда бір? Міне ана қыз. Міне мына қыз. Сендер соны сезесіңдер ме өздері? Бір сенеді. Бәрі жақсы болады. Таможнядан өтем, мен өтіп кетемін да, артындағылар қалып кетемін. Мен тіке кете беремін, мен жақсы болады деймін адам. Сенім болады. Қарап тұрады да, мен беттеріне қараймын, мен өтіп кетемін. Ана алтылық адам артынан келеді, оны ұстап қалады да. Ол естіп қорқып тұрады. Келесі өтетін неден, мақұл енді сен өтші деймін ғой оған. Ол өтіп бара жатады да, оны ұстап қалады да, мен өтіп кетемін. Бір деген сан, бір тылсым күштің баршылығына сенеді. Түсіндіңдер ме? Тылсым күш бар. Ішінде Құдай бар. Жақсы болады. Соған сенеді де жүреді. Ештеңе өзіңді түсіреді. Шаруаны бердің ғой, шешіммен бірге бердің дейді, сұрақты бердің, жауабымен бірге бердің дейді басып жіберді. Иә, бітті. Түсіндіңдер ме? Егер бір жүрмесе, өзі бұрын мен ана көрсеткенде, үйреткенде 9 вагон салатынмын да, 9 вагонмен. Вагончиктермен объяснять ететінмін осының бәріне, орыстарға. Неше түрлі схема ойлап тапқан қойшықтар. Вагончиктер тесіліп қалған, нелер жетпейді. Ондай роликтер де бар. Сонда пункт А, пункт Б-ға қалай жетеді. Өзімді ұмытып қалдым, қазір қалай сөйлесіп неше түрлі объяснять ететінмін. Сонда бірінші вагон паровоз единица. 9-шы девятка. 9 деген итереді. Көміктес. Бәрі итереді. Бір деген паровоз. Иә. Егер бір жүрмейді ма? Қалған жүре алмайды. Стратегия жоқ қалған. Түсіндіңдер ме? Өмірде солай Құдай жаратып қойған. Еще ойлайтын памятім жоқ, ұяламын да уже. Я ұмытып қалдым деп айтады ғой. Иә. Жазып жүремін. Жазып жүремін. Иә, бірде память жоқ. Кластастармен кездессек, бұрынғыларды айтып жатады ғой, мен вообще есімде жоқ. Отыра беремін, иә, деймін. Бірақ есімде жоқ. Бізде жұмыстар бірде-бір бастық болу керек, бірде-бір. Ұмытып қалады берген задание. Задание береді, и ол қазір ұмытып қалады дейміз да, Сол үшін жазылды ма мына сендерде бар ма, что бір деген санда көмекші болу керек деген бар ма? Жазылды ма? Жазылған жоқ, бірақ айтты. Оны жазу керек, это бизнес, ана кімге аты қыздың аты кім еді? Олар оны эзотерика деп алып тастаған ғой. Ол бизнес проект, обязательно. Бір деген санда көмекші болу керек. Ол обязательно. И бір деген сан ешқашан секретарша болмау керек. Егер бір деген сан, например, директор 6 отыр ма, бір секретар болды ма, болды бітті. Ол директорға адам баласы жете алмайды. Бір секретар отыр ма, өзі бәрін шешеді. Иә, ол керемет. Бірақ ана директорға түкте жетпейді. Мен де сондай ғой. Да? Бірді қойып қойғанмын. О, бір деген ол бәрін өзі шешеді. Управляет бәрін. Иә, бәрін. Байқадың ба? Байқадым. Сен де не жұмыс едің? Мен Сетевой ма? сетевой и бижутерия сатам мынандай әшекейлер. Сол өзім былай жүремін да, ана бірлікті қойып қойғанмын, ана все со всеми управляет, рахат, я кайфую. Иә, сен өзің қандайсың? Алтын. Саған рахат шығар. Бір деген бәрін өзі секретарша болса болды, сен 6
директор или там любой сан ана жерде директор болып отыра ма, оған адамдар жете алмайды ешқашан. Бір мына коридорда бәрін өзі шешеді. Миссияда бір болу керек па? Жоқ, миссия емес. Өзі бір. 33 Жоқ, ол қарама. Ток бір. 33-тен асса да. Бұл неме, значит. Бір деген ол өзі жауапкершілік алады өзіне. Бір деген тікелей аудармасы жауапкершілік адам. Түсіндіңіз бе? Бәрін өзі шешеді. Это иллюзия его же. Субъективтік иллюзия. Миссияны 4 қой жаңадан. Бірде Деп тұрсын. қоя беремін ғой. Еркін келіп тұрады. Сен айт, кімге жаңа? Эля ма? Эля, соны секретарь обязательно. Это олар көп нәрсені не деп эзотерика деп алып тастады. Ол эзотерика емес, ол бизнес. Бәрін пересмотреть ету керек информацияны. Только бизнес тілде жазу керек бәрі. Бәрі информация керек информация. Біз ертең барып консультация. Эзотерика дегенде ғылым емес пе енді ол да? Жоқ, эзотерика деген ғылым емес. Ғылым емес пе? Ғылым емес. Сонда біз бизнес туралы айтамыз деп айтамыз ба адамдарға? Шақырамыз қалай? Консультация дейсің бұл. Кімге қай? Біреуге бизнес керек, біреуге отношение керек. Бизнес тұрғанда бар. Сіздерде енді стратегия деп жазылып тұр ғой. Твоя стратегия такая. Болды. Профориентация деп шақырыңдар. Иә. Сонда керек. Түсіндіңдер ме? Плакаттар қойыңдар профориентация. Сол кезде сол бәріне керек. Вот қазіргі заманда мен айтып отырмын ғой. Мен өзім пенсияға жеттім, иә. Мен сол кезде 30-да болдым. Совет үкіметі құлады. Ал енді мына профориентированный адамдар сол кезде где-то 37-те болды. Олардың бәрі қазір 70-те. Сол кездегі профессиясы бар адамдар қазір 70-те. Олар жұмыста жоқ. Уже менде ол кезде уже кәсіби бағдарлама болмады. Мен уже пенсияға жеттім. Дұрыс па? Ал менің артымда адамдарда мүлдем профориентация жоқ. Келісесіздер ме сол? Жоқ профориентация. Қазір самый дефицит кадров. Например, қазір бізде, например, Қазақстанда налоговая реформа күшейіп келеді. Ол өте жақсы. То есть реальность келеді, реальность. Реальность келген сайын адамның қабілеті қосыла бастайды. Это трудно. Но ол сені тонкий интеллект анализға апарады ғой. Иә, оны жаймен жемес анализға апарады. Вот сол кезде сендердің қабілеттерің адамдарға керек болады. Түсініп тұрсыңдар ма? Вот сол кезде біздің шеберлер, әлем бойынша шеберлер күшейеді. Сұранысқа ие болады. Сұранысқа ие болады. Иә. Ол Россияда да уже солай болып жатыр, вообще қысып жатыр. Россияда, Өзбекстанда қатты қысып жатыр. Вообще СНГ-ның уже бәрінде все, ужесточение налог. Европада налог балалар болып 40% екен. Европада 40% налог. Қазір енді біз Европадан ашақта отырмыз ба, институт. Уже сөйлесіп бәрін кесіп қойдық. Институт дополнительный кафедра институт ашамыз. Сол жаққа Европамен сөйлесіп отырмыз, франшиза сатамыз. Екі институт сөйлесіп отыр ғой, франшиза алуға. Мен документтерім бәрі европейский ғой. Сол үшін европейстер тексеріп, бәрі заңда франшизаны институттарға сатайық деп. Содан кейін уже европейстер. Қазір көрдіңдер ме? Көп адамдар Европадан келді. Қанша адам Европадан келді. Мұнда отырғанның 30% Европадан келген адамдар. Бәрі. Олар уже понимайды. Ана жерде 25 неміс келіпті, 25 неміс. Олар уже түсінеді, мына мен ақша табуға болады екен деген әңгіме.
Оларда hard skills жұмыс істейді ғой. Документ заңды болды. Консультация ақшаны алып. Оларда $50 консультация жоқ қой. Оларда 300 евро консультация. Олар дайын тұрған. Иә. Бізде Марина деген бар, бизнес турды жүргізіп отырады. Консультациясы $300. 300 евро. Балдар. Жоқ. Басқа бір Марина деген бар. Оның фамилиясын білмеймін. $300. Күніне 2-3 консультация өтсем жақсы болады. Күніне 2 консультация, 3 консультация өтсем 1000 евро тауып кетеді. Өзінің үші салоны бар. Салонға адамдар келеді. Иә. Все болды. Все. Франкфуртта тұрады. Франкфурт деген финансовый центр ғой. Елдерде ақша бар. Болды. Күніне 2 консультация өтіп шай ішіп отыр. Болды. 1000 евро, 900 евро тапса $1000 болды. Спокойно жүре береді. Бармайтын жер жоқ та. Жаңа түнде шақырсам түнде келемін дейді самолет. Мен сен кәрісің қойшы. Сұрақтарың бар ма? Айгерімге. Көңілдерің жақсы болды ма? Менде бір сұрақ бар. Иә. Қазір жаңа бағана айтқан сіз орыстан аудиториясы айтқан кезде бір ой келді. Біз енді Қазақстанда айлық енді 2021 жылы, ол изначально 18-де идея келді, 2021-де оны іске асырды. Қазақстанда орта жалғыз инклюзивті театр бар. Сол театрды өзі қыздырып етті, қазір басқарып жүр. Енді біздің Алехиннің ғой, қол астымызда 2 шақты адам бар. Қол астымызда ол мемлекеттің қарамағындағы. Енді получается ол адамдар мүмкіндігі шектеулі жандар. Қалай? Мүмкіндігі шектеулі инвалидтер бәрі. Притом әртүрлі санаттағы. Ол жерде құлақ естімейтіндер де бар. Иә, түсінемін. Әртүрлі диагноз. Енді сұрақ, ол кісілерге біз қалай жеткіземіз? Мысалы, біз театр, ол Қазақстанда жоқ қой. Біз сол новый методиканы Алехин, он же креатив, ол соны разработал, үйтіп, в общем, жасады. Енді мастер-класс берулеріңе болады ғой. Мастер-класс бере беріңдер. Сол біз жаңа ойлап жатырмыз да, сол балаларды, сондай адамдар енді бар ғой. Мысалы, сіз бізге себепкер осы білімді, сіздің өзіңіз мысалы бізге сыйға тартып тұрсыз да, осы білімді. Енді біз де сияқты бір сондай жасағымыз келеді, бірақ соны бір... Жоқ, былайынан да сендер мастер-класс бере берсеңдер де өздерің дамып кетесіңдер ғой. Қастарыңдар ел дамиды. Бұл энергия ғой. А оқытуға болмайды, потому что это запрещено законом. Заң. Оқытуға болмайды. Ол заң ғой, ол авторское право. Ол заңды бұзуға болмайды. Енді соны қалай жасауға болады? Мен саған айттым ғой. Сен мастер-класс, күніне 2-3 сағат мастер-класс бере бер, неше түрлі айта бер сан туралы. Все. Болды, бітті. Болды. Енді сендер қайдан естідіңдер? Мына, сендер қайдан естіп келдіңдер? Мастер-классқа кім бар? Жоқ, мастер-классқа кім бар орталарында? Мен бір 2 консультация алдым. Мастер-класста болдың ба? Тұршы, қайда айтшы. Болды ма мастер-класста? Тұршы. Тұрсаңдаршы. Мынау, скамейкеге қатып қалады екен. Күйеуің бар ма? Күйеуің келгенде орнында тұрмайсың ғой дейсің. Мынау орнында тұрмай. Көрдің ба? Әркез тұрғызасың. Ер адам кірген кезде әйел адам орнында тұру керек. Мынау 2-ші платформа. Күйеуіңді билейсің ба? Иә. Бар ғой емес, мынау 2-ші платформа, мынау 2-ші платформа дейді. Кассаны кім ұстайды? Иә. Ол кассада тұрған жоқ, энергияда тұрады ғой. Түсіндің ба? Әзер тұрады орнында. Мына 2 платформа бар, мына жерде 3 платформа. Мына жерде солдат түрдің платформасы. Ер адам билейді. Мына жерде қатын билейді, мына жерде теңшілік, екеуі бір-бірімен соғысып отыр. Мына ер билеген платформада ауру аз болады. Мына платформада әйелдің құрығы қысқа болады. Әйел алысқа шаппайды.
Түсіндіңдер ме? Табыс көп болса да әйел алысқа шаппайды, Құдай солай жаратқан. Байтал шауып байланды. Иә, байтал сау байланды. Түсіндің бе? Бұл жерде еркекке барған әйел, ерге барған. Байтал шауып бәйге алмайды. Сол кезде бұл үйдің ең қасіреті ұлы болса, ұлы ыншық болады. Ұлының келешегі болмайды. Қыз болса ол байқалмайды. Иә, ал? Иә, ол байқалмайды. Қай ерге деген жабылып кетуі мүмкін. А мына жерде балалар ауру болады. 3-ші класс бұрын балалар көп ауру болды. Қазір үйде соғыс болып жатады ғой. Бір-бірімен моральдық ценностьте құндылық соғысып тұрады. Бала ауру болады. Мына жерде ол ауру болады. Түсіндіңіздер ме? Соңғысын сұрайын деп отыр едім. Сол бала ауру болады. Құндылық мораль десек, мына жерде екіге бөлініп тұрады. Мына өзінің платформасында тұрады, мына өзінің платформасында. Бірақ бірге болып саналды. Бірақ платформа деген ана моральдық құндылықтары екеуі соғысып тұрады. Каждый өзінікін дұрыс деп санайды. Түсініп келе жатыр ма? Солай. Мында әйелдің айтқаны болды. Мен әйелдің... Кассаны ұстауға байланысты болады ма? Менің әйелім кассаны ұстайды ғой. Бірақ сізді тыңдайды ғой. Сізден рұқсаттайды ғой. Главный кассир мен ғой. Ақшаны таппайтын еркек жоқ. Оны басып отырды, қатынның көті керек дейді ғой, ұйғырлар. Сол үшін әйелдің түрінен, көзқарасынан білем ғой мен. Ана әйел естімейді тұр деген сөзді. Неге естімейді? Себебі оның санасында ол жоқ ол сөз. Еркек кіргенде әйел орнынан тұру керек. Күйеуі кірген кезде әйел орнынан тұру керек. Менің әйелім 63-ті, 64-ті. Мен келген кезде әйелім орнынан тұр. Ол заң, ата заң, қанмен біткен құндылық. Айтып жатырмыз ғой, құндылық. Сол құндылық деген сол. Біздің үйде, мен өз үйімде. Біз салт дәстүрмен ғана жүреміз. Ол ымдай айтылмайды. Менің әйелім маған сөз айтпайды, мен әйеліме сөз айтпайды. Артық сөз семьяны ыдыртады. Ыммен түсінеді. Ал енді ымды білмеген адам дымды білмейді. Сен оған қанша айтсаң да бәрі бекер. Менің мамам айтатын, бұрын атам айтады дейді жаңағы. Үлкен кісі ғой. Түнде сөйлеспең деп. Иә, солай ғой шын. Ал жаным айтады. Иә, мастер-класты міне болды. Ана кісілерден сұрап отыр ғой, мастер-класс қанша уақыт болды? 2 сағат? Бір рет болмады ғой мастер-класста бұл. Әр жұма. Жоқ, неше сағат болды? Бір мастер-класс. 2 сағат, 3 сағат. Иә, міне сізде 2 сағат өтсін мастер-класс. Адам көп қой, ауырған адам көп, сөйлей алмайтын адам көп, ести алмайтын адам. Кісіге байланысты ғой. Иә. Енді бұл кісілер ана 50-60 адам жинап алып та мүгедектерді. Соларға өтсе бердер мастер-класстар. Сол жердегі не болып тұр ғой біздің мәселе, мысалы көз көрмейтін адам көрмейді ғой. Ол көз көрмейтін ғой, енді тілің бар ғой жеткізесің. Ал енді құлақ естімейтін адам оған мынандай нелер ме? Еміс білеміз енді. Иә, болды еміс. Рахмет деген сөзді. Иә, сондайлар дейді. Соны үйретіп жатып өзің үйреніп аласың. Иә, қабілет пайда болады ғой. Рахмет. Давай, кәне. Жоқ, ортадан келді. Өте аласың ба? Өзіңді бірақ. Қай жақтан өтесің? Түсініп келе жатыр ма? Зато платформада сразу түсініп алдым да. Ең керекті. Иә. Ал енді достар, есімің кім сенің? Екі тағдыр, бір өмір дейді. Ойбай, сен өзің салып қойғансың ба? Мен жүріп жүрген кезімде екі
da sen mına kareskini kaçını salamsın. Sen үйленбей салдың ба мына карескіні бе? Үйленіп салдың. Үйленбедім. Екі тағдыр бір өмір дейді. Кино түсіргенбіз осы. Мына әйел отыр ғой мына жерде. Екеуі де еркек па мына? Жоқ, екеуі де ер адам, он до после деген нәрсе болып тұр. Жүрген кезде. Екі тағдыр, иә. Екі Тағдыр бір бір өмірдің өмір. ішінде екі Енді тағдыр болып тұр түсіндім, деген нәрсе отырмын ғой, ғой. иә. Травмаға дейін, травмадан кейін Иә, болып тұр ғой. екі тағдыр бір өмір. Бұрынғы тағдырың алай, қазіргі тағдырың былай болып тұр ғой. Артында соның QR бар, соның киносы бар. Міне қараңыздар. Есімі кім деді? Арнұр. Иә, мына Арнұр деген жігіт жазыпты, оның киносы бар дейді. Міне, QR кодтар бар. Кімде-кім көріңдер. Кинода шығарады екен. Осындай шығармашылық азаматы, шығармашылық қасиет бар екен бойында. Бұндай кітап жазу деген бір керемет нәрсе бар. Рахмет. Иә, рахмет. Иә, мына кісі бір баланы судан құтқарам деп суға секіріп, компрессионный перелом алып, сонымен денсаулығы болмай қалыпты. Енді тағдыр ғой. Әрекет жасады. Жақсы. Қабыл болсын. Екеуміз. Ой. Өмір деген қалай, ә? Бұған енді аты кім деді? Арнұрға вообще жақсы болып, әйелінің миссия жетіп оғанына. Жетіп оғанса енді рухани ғой. Ал енді оның әйеліне бір 6 болып кетсе, миссиясы. Бітті ғой онда. Чо, әйелімен пайыз. Иә, сол айтып отырмын ғой мен саған. Саған пайыз әйелің рухани болып, рухани намысшыл адам, ол басқаша ойлайды ғой, мүлде. Адамгершілік болу керек деп ойлайды. Ол бестік санасынан. Иә. Екеулерің доссыңдар. 4 пен 5 жақсы дос. Тем более әйелі рухани. Миссис 6 болса не істер? Қатасың Богыңмен бірге. Ойбай не оқшап? Қырғызстаннан келген. Эжи. Қырғызстаннан Жас қыз болсаң есімде қалушы еді. Карт дегенде қалай есімде қаласың? Күзира Шардарбекова мастер не өткізді ғой марафон таңертең жүрген кезде. Есімде жоқ ол. Ондай бар ғой. Күніне 5-6 болады. Жас қыздар ғана есімде қалады. Енді ол дұрыс па? Қатем айтыңдар. Дұрыс қой енді. Мужчина всегда молодой ғой. Конечно. Что я буду теперь старушек помнить? Он вообще логически болмай қалды ма? Солай ма? Қаламға кітапты да көрім керек еді, комнатада бар. Қайта мазасын алмайыншы деген тоже ойнақ тұрады ғой мен кізе. Қайта мазасын алмайыншы құқылда ермейінші деп. Адамгершілік. Мына Салтанат, Сымбат, сен шығарасың ба мына кітаптарды? Иә, ұстаз. Методичканың үлкені мен кішісі ғой. Сен өткен жылы методичка тағы алып жүрсің ғой. Оны ауыстыруға положено ауыстырам. Обязательно қыздармен байланыстамын ғой. Татьяна, Элялармен байланыстамын ғой. Татьяна. Татьяна ғой? Иә.
Көңілдерің қалай болды? Bir sırak kevatır koy, jürgüz geleyim. Evet, ders var. Gelip bak ketkençe. Ya айтыңдар. Бізге ошын семьяға байланысты қойып, біздің үйленген жылымыз, қасында қалғанда үйленген жылымыз келмейді екен. Қайдан білесің келгенін? Ha? Жоқ, қайдан білесіңдер келгенін? Жоқ, есептеді ғой бір. Келген болғаннан ошын бізге бәрі қиындықпен келеді деп айтты. Былай есептесек екеуміз ят тұрғынамыз, талпынамыз, бүйтіп бүйтеді. Біреу бүйтіп кетеді, біреу алдап кетеді, біреу сөйтіп кетеді. Ошын мынандай. Келеді, кетіп қалады, келеді, кетіп қалады. Өздерің шешесіңдер, сендер енді. Сендердің өмірлерің ғой. Ең бірінші оқыңдар, до конца оқу керек, өздеріңізді түсіну керек. Адам өзіне жауапкершілік болу керек. Солай ғой. Оқыңдар, әлі біткен жоқ мысалы. Информация аласыңдар, соны шешесіңдер. Әр адам өзі ғана шешу керек. Мен сіздерді жетістікке жеткізбеймін. Мен сіздерге информация беремін, иә? Ал енді әр адам өзі жету керек. Егер мен сендерге айтсам, мен сендерді жетістікке жеткіземін десем, онда ол жалған болады. Солай ма? Оны тек Құдай ғана біледі, ертең күні кім қайда болады. Менің жұмысым сіздерге білім беру. Мен мотивация жасайтын біреу, әрі шебер бриллиант болады деп айтам. Енді болуы сендерден. Білімнің өзі бұл бриллиант. Бұндай білім жоқ. Мен ол жақсы білем. Енді мен жарты әлемден не үшін айырыладым? Мен бүкіл әлемнен барып білім қарастырдым ба, салыстырып, менталитеттерді изучать етіп, қалай? Басқа мемлекеттің бірі қандай? Қазақтың бірі қандай? Түсіндіңдер ме? Мен сол салыстырып түсінуім керек болды. Оның бәрін изучать еттім. Индустар қандай болады екен? Таиландтар қандай болады екен? Мен тренер Таиланд деген, Таиландтың тренері. Ұраманан кәдуіскі дей бар ғой, осы тірпетпейді ана. Тебен кеп кәдуіскі дей. Өзі 1 метр, 60 килограмм. Соны ойлап отырмын, осы ауырмайды. Басқа тренер бере ма? Боксовать етсем, перчатка киіп әлек болады. Анау перчатка да кимейді. Осы 4 қой деймін сұрасам, 4 сезбейді аны. Мен өзі, менің 10 қолымен тұрғанда мен темір сындыра аламын, күшім бар. Серіктен кім бар бізде бар ғой, чемпион? Серік Сапиев. Серік Сапиев. Солда келіп мені бір күні мастер-класс беріп кетті ғой. Сонда Серік айтады, сен 10 қолымен ұрған адамды сен құлатасың. Ана жігіт ұрған кезде қолы ауырмайды. Мен ойлаймын, неге қолы ауырмайды? Соны сұрап көрейін, сұраса 4 күн туған екен. Сезбейді ол. Қанша ұрып тебу, мен енді қолымнан келген сол, ол защищать етеді, мен тебем ғой, ұрам, кәдуіскі дейді. Түк те болмайды. Бір аунап түсетті, қайттан тұрып кетеді. Удар күніне 200-300 рез соғамы. Вообще тұқыл болды дейді. Спокойно жүреді. Оның орнынан басқа біреу келді. Бұлай үстеді. Аккуратно бей, ақырын ұрды. Пресі бар, бәрі бар бір жүйе. Қолы мұнандай. Ұрсаң, қолы ұрды. Бұғай қарасаң, бұлай, прес бәрі. Ана жігітте прес те жоқ, түк жоқ. Жіп-жіңішке. Ұрған сайын, спокойно жүре береді. Қат тұрасың ғой кел. Спокойно жүре. 4 деген сол бұл. Сезім. Сағат неше болды? Сағат 5:30. Мен бар едім. Амин. Яғдайым қолдасын, еш жаманшылық болмасын. Аллах Тағала ниетімізді қабыл етіп, ісіміз оң болсын, көңіліміз тоқ болсын. Үйренген білімген бойларымызға сіңіп, әрбіріміздің қабілетіміз биік болсын. Амин. Bir sürü